Ассалаумағалейкум ағайын. Бүкіл Қазақстан мен Өзбекстанның талқылап атқаны мынау болған кішігірім бір инцидент. Мыналардың істеп атқаны мүлдем дұрыс емес. Біз қазақ, өзбек, өз ағам деген біз бауырымыз, біз түрікпіз. Әкеңнің ау шет жақтан жау келсе біз тұтас бір күш болатын мықты бір мемлекетке айналамыз. Қырғыз, қазақ, өзбек біз бәріміз бір туған, біз түркі халықпыз. Біздің түбіміз бір әкесін ау, қайға барсаң ояқа бар. Біз түбіміз түрік. Бәріміз бір түріктен тарағамыз да. Енді жігіттер мына хайып қазір бойдың бәрін, төбелестің бәрін қалай организовать етіп жатыр. Осындай хайыптар арқылы, осындай хайып жаңа шапалақ ұрғыз жібереді. Ертең күні бүкіл Өзбекстан, Адилхан дейді, бүкіл Қазақстан Еркебұлан дейді. Жігіттер, сендер мына істеріңмен екі халықтың ортасына от сабатсыңдар. Бүкіл блогерлер, сендердікі анау дұрыс емес, мынанікі дұрыс емес деп екі жаққа бөлініп алды да. Шешесіне рахмет, ешқайсысыңдікі дұрыс емес. Бұлар хайп қуып жатыр. Бұлар байетістер. Бұлар солай шоу көрсетеді. Сол арқылы ақша табады. Енді басқа блогерлер айтып жатыр, шеше, үйтіп жібереміз, бүйтіп жібереміз, мынаяққа кел, анаяққа кел. Ағайындар, құрметті халық, Өзбекстан халқы, Еркебұланның жасаған ісі үшін мен сіздерден басым deyip кешірім сұраймын. Бірақ tanlashda adashmang. Ko'p yillik tajribaga ega Sof savdo internet magazini sizlarga tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, balki ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Masalan, yuzdagi qora dog'lar, qorinning kattaligi va semizlik, sochlarni har xil taraganda to'kilishi, immunitet tushib ketishi, sepkil va ajinlarga qarshi, yoshartiruvchi kollagenlar, qomatni tortib turadigan bandajlar, kista, mioma va sistit. Bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlarni topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Hurmatli қазақ елі, мынау дұрыс емес нәрсе. Бұл спортшылар, оны анау біреу ананкі дұрыс, мынанкі дұрыс дейді ғой. Бұл жаңағы спортты ұйымдастырып атқан адамдардың жасап отқан нәрсесі. Сол қызық болсын ертең бой. Сіздер осындай нәрсе жасау арқылы екі ұлттың ортасына от салып атсыздар. Ойынан от шығады, шешеңе рахмет. Ойнасаңдар, басқа нәрсемен ойнаңдар. Кеше анау қырғыз бауырларымызбенен Астанада көкпар болғанда да дұрыс емес нәрсе болды. Сол үшін мен айтам, екі ұлттың ортасына дұрыс емес нәрсе сыйлайтын, дұрыс емес нәрсе кіргізетін нәрсе мүлдем керек емес. Бізге шешесіне рахмет. Біз бауырымыз, біз бірбіз әкесінің ауы. Бойдан садаға кеткірлер.